Сәлем әріптестер, мен Алия Асылбекова. Өздеріңіз білетіндей, технолог наубайшы кондитермін. Бүгін бізде қонақта наубайшы нан ханшайымы Балдайнұр ханым. Бүгін біз наубайшылардың нан пісіру барысында жіберетін басты қателіктері жайлы айтатын боламыз. Сәлем бәріне, шын мәнінде Алия ханым, нанды ең алғаш жауып жатқандар үшін ең үлкен мәселелердің бірі ол нанның дұрыс көтерілмеуі, сағыз болып қалуы, арасы кілеленіп кетуі деген сияқты өте үлкен проблемаларға жолығып жатады. Кез келген нан өте әдемі болып шығу үшін оның жұмыс барысындағы илеуінен бастап ортадағы қанша этаптан өтетін техникаларын дұрыс қолдану арқылы ғана біз әдемі нан шығара аламыз. Ең алғашқы бастағандардың мәселесі осы ортадағы техниканы дұрыс қолданбауында. Біздің мақсатымыз сол қателіктерді анық көрсетіп беру. Яғни, сіздің өніміңізді тұрақты әрі сапалы ету жолдарын көрсету. Олай болса, біз бастаймыз. Бастайық. Ең бірінші қателік бұл жерде гидратация, яғни ұн мен судың балансы, екеуі дұрыс баланс болмаған кезде бізде қамыр дұрыс еленбейді. Нанды ең алғаш бастап жатқандардың көпшілігінің қателігі бірінші суды құйып алып, ұнды судың үстіне салу. Дәл қазір сіздерге осы жерде эксперимент ретінде көрсетеміз. 200 грамм суға 200 грамм ұн салып елейміз. Көп жағдайда ең алғашқы таныс емес ұнды алып келген кезде дәл осылай тек картамен жұмыс жасасақ, бізде осындай қателіктер болуы мүмкін. Мына жерде мысалға біздің ұнымыз кішкене сұйықтау болып қалды. Қазір бұның үстінен ұн қосатын болсақ, бізге керек әдемі нанымыз шықпай қалу мүмкін. Сол үшін, егер сізде жаңа ұн келіп жатса цехыңызға, ең бірінші эксперимент дұрысы, бірінші ұнды аламыз. Біз тағы да 200 грамм ұн алды, 200 грамм суды шетінен қосып отырамыз. Бізге керегі кішкене қаттылау қамыр. Сол кезде біз барлық суды бірден ұнға құймаймыз. Дәл осы техникамен сіз өзіңіздің тек картаңыздағы су балансыңызды дұрыстай аласыз. Кез келген ұнмен дос бола аласыз деген сөз. Әрине бұл жерде ұндардың да сапасына байланысты өзінің құрамындағы биологы жоғары ұндар бірден өзіне суды жақсы сіңіріп бастайды. Мына жерде 20 граммдай суымыз қалып қойды. Қазір бізде ұны мен судың балансын жасап жатырмыз. Сіздер де дәл осы техникамен өздеріңізге тек картадағы ұн мен судың балансын дұрыстай аласыздар. Міне қараңыздар, екі қамырды екі түрлі техникада иледік. Мынау бізге берілген тек карта бойынша бірінші суды құйдық, ұнды салдық. Қараңыздар, сұп-сұйық болып қалды. Ал екіншісі ұнды салып, үстінен суды құйғанда бізде 20 грамм су артық қалды. Яғни ұн өзіне керек суды алды да біз илеу барысымызды тоқтаттық, өзімізге керек консистенцияны алып шықтық. Дәл осы техника арқылы кез келген ұнды эксперимент жасау арқылы өздеріңіздің тек карталарыңыздағы су баланстарыңызды дұрыстай аласыздар. Клейковинасы жақсы, биологы жоғары ұндар илеу барысында бірден суды өзіне дұрыс сіңіріп, бізге керекті өте әдемі эластичный қамырды береді. Екінші қателік, илеу барысында болатын қателік, қазір Балнұр ханым айтып береді. Өте үлкен қателіктердің бірі әсіресе тестаместе илеп жатқан кезде жіберіп қояды. Ол бірінші илеу барысында қамырдың толық иленбеуі, яғни өзінің күшіне жетпеуі. Мынандай босаңқы болып, іртік болып қалады және былай татқан кезде үзіліп тұрады. Бұл дұрыс емес. Екінші қателік ол илеуден өтіп кету процесі, яғни глютен торының жыртылуы. Оны солай айтамыз ғылыми тілде. Мен сіздерге айтып жүрген травма алу деп айтамын мен кейде әзілдеп. Сол травма беріп қойған кезде қамыр өзі жиырылып алады да, одан кейін босаңсымай қалады. Босаңсымай қалған қамырдан сіз күткен нан ешқашан шықпайды. Үшіншісі ең дұрысы, әрине ең дұрысын айтамыз, ол өзін нормада иленуі, яғни глютен торларының іске қосылып, қамырдың эластичный болуы. Ал енді идеалды тұрғыда қамырдың иленуін Алия ханым өзіңіз дұрыстап жеткізіп берсеңіз. Идеалды тұрғыда қамырды илеу кезінде ұн құрамындағы екі негізгі ақуыз, глиадин мен глютенин су қосылғанда бірігіп глютен торын түзеді. Сол тор ашытқы бөлетін газды ұстап қалады, қамырдың көтерілуіне көмектеседі және нанның ішін
кеуекті әрі жұмсақ етеді. Сондықтан нәтиже тек илеуге емес, ұн сапасына да байланысты. Мықты глютен және дұрыс илеу уақыты бұл тұрақты құрылым. Дәл осы баланс сапалы нанның негізі. Үшінші қателік ашытқының нанның көтерілуіне ғана әсер ету деп ойлау, ал қант пен тұздың дәміне ғана әсер ету деп ойлау. Бұл үлкен қателіктердің бірі. Ашытқы да нанның дәміне әсер етеді, қант пен тұз нанның дұрыс көтерілуіне әсер етеді. Технологиялық тұрғыда бұл дегеніміз қант су фазасында еріп, ашытқы үшін негізгі энергия көзіне айналады. Ашытқы қантты ашытып, көмірқышқыл газын түзеді. Бұл қамырдың көтерілу механизмі. Сонымен қатар ұн құрамындағы амилаза крахмалды қантқа айналдырып, ашыту процесін үздіксіз қолдап отырады. Тұз су фазасында иондалып, ұндағы ақуыздармен әрекеттеседі. Ол глютен тізбектерінің өзара байланысын күшейтіп, тордың тығыздығын арттырады. Бірақ мұнда ең маңызды нәрсе ұн сапасы. Егер ұндағы клейковина әлсіз болса, тұз тек шектеулі түрде ғана әсер етеді. Толық құрылым тұрақтанбайды. Ашытқы көмірқышқыл газын түзеді, бірақ ол газды ұстап тұратын құрылым глютен торы. Егер ұн әлсіз болса, газ сыртқа шығып кетеді. Нәтижесінде нан көтерілмей, ішкі құрылымы тығыз болады. Яғни ашытқының тиімділігі тікелей ұн сапасына тәуелді. Төртінші қателігіміз ол ашытқыны дұрыс сақтамау. Дәл қазір алдымызда 3 түрлі ашытқы тұр. Біріншісі кептірілген, екіншісі престелген, үшіншісі табиғи ашытқы. Табиғи ашытқыдан престелген ашытқы және құрғақ ашытқы жасалынады. Табиғи ашытқыны тек тоңазытқышта 2-3 градуста сақтауымыз қажет. Ол нанның көтеруіне ықпал етеді. Сонымен бірге сіздер күнделікті қолданып жүрген құрғақ ашытқы және престелген ашытқыны да тоңазытқышта сақтау керек. Егер жылы жерде тұрып қалса, бұлар да өзінің қасиетін жоғалтады. Өзінің қасиетін жоғалтқан ашытқылардан сіз күткен әдемі нан шықпай қалуы мүмкін. Одан бөлек көп жағдайда ашытқылар ашық күйде қалып қояды, ол да дұрыс емес. Міне осылай кесіп қоямыз, сыртта қалып қояды. Ондай ашытқылар да өзінің қасиетін жоғалтады. Сол үшін біз бұны жабық күйде тоңазытқышта сақтауымыз керекпіз. Ал мынау престелген ашытқымызды осылай бетін жауып 2-3+ градуста тоңазытқышта сақтаймыз. Сол кезде біздің ашытқылар ұзақ қызмет жасайды. Ашытқымен жұмыс қалай жүреді? Бактериялар крахмал мен қанттарды ыдыратып, сүт қышқылын және аздап сірке қышқылын түзеді. Ашытқылар көмірқышқыл газын бөледі. Осы бөлінген көмірқышқыл газы глютен торында ұсталып, қамыр көтеріледі. Табиғи ашытқымен нан дәмі тереңірек, хош иісі күшті, сақталу мерзімі ұзағырақ болады. Бесінші қателік ұнның дұрыс сақталмауы. Өте көп адамның қателігі ұнның бетін ашық және ылғалды жерде қалдырып қою мүмкін. Әрқашанда ұнды жабық күйде сақтауымыз керекпіз. Ұнның сондай бір қасиеті бар, ол бөлменің ылғалдығын өзіне тартып алуы мүмкін, мүлдем керек емес иістерді өзінің бойына сіңіруі мүмкін. Ондай жағдайда біздің нанымыздың дәмі құртылып қалады. Сол үшін біз осындай герметикалық ыдыстарға ұндарды бетін жауып сақтаймыз. Әрине бұрындары ағаш ыдыстарға сақтаған болатын, қазіргі таңда дамыған заманда осындай герметикалық ыдыстарға бетін жауып сақтауымыз қажет. Және де ең маңыздысы ұнды дұрыс температурада сақтау керек. Бөлмеде немесе цехта температура 30 градустан аспау керек. Егер де 30 градустан асса, не болады? Картофельный палочка пайда болады. Оның ішінде картофельный палочка піскен нанның ішінде мынандай кілегейленіп, іші нашарлап, иісі шығып тұрады ол нанның. Осының алдын алу үшін әсіресе жаз мезгілінде температураны бақылау қажет. Бөлме температурасы 25 градустан аспауы қажет. Алтыншы қателік, ол өте көп адамның жасайтын қателіктерінің бірі, ол қамырды дұрыс демалдырмау. Қамырды демалдыру 3 этаптан тұрады. Бірінші, иленген соң қамырдың кішкене босаңсуын күту. Екінші кезекте нанымыздың формасын келтірген кездегі демалуы. Үшіншісі формадан кейінгі расстоечный шкафта демалдыру. Осы соңғы этапта қамырымыз бастапқыдан 2 есеге үлкейеді. Яғни бұл жерде глютен торларының арасында көмірқышқыл газы пайда болып, нан арасының көтеріліп пісуіне әсер етеді. Бұл қателікті наубайшылар тәжірибе жинақтай келе түзетеді. Егер де қамырымызға ашытқыны, қантты, тұзды өз мөлшерінде дұрыс қолданбасақ, қамырымыздың глютен торлары дұрыс дамымай қалады.
Сонымен бірге ол жерде ұнның да сапасы өте маңызды. Ұнның биологы, құнарлығы жақсы болса, біздің нанымыз өте әдемі болып шығады. Ұнның ақуызы төмен болса, ол жерде қант та, тұз да көмектесе алмайды. Соның әсерінен дәл осындай нан пайда болады. Осы қателіктердің нәтижесінде көлемі кішкентай, арасы тығыз, ауыр нан пайда болады. Жетінші қателік ол нанды дұрыс температурада пешке салмау. Яғни бір рецептурадағы нанды 3 түрлі температураға салатын болсақ, бізде 3 түрлі нан шығады. Егер де пешті қыздырмай нанды салатын болсақ, асты жабысып қалады, нанымыз көтерілмей қалады, бізге керек нәтиже шықпайды. Егер де тым жоғары температураға нанымызды салатын болсақ, оның сыртқы қаңқасы тез пісіп, көлемі бірден үлкейіп, іші шикі болып қалады. Ол нан сыртқа шыққаннан кейін көлемі кішірейіп, беті әжімделіп қалады. Бастапқы 5-10 минут нанның дұрыс көтеріліп пісіп шығу үшін өте маңызды. Басында бу беретін болсақ, қамырдың беті қатып қалмай, ішіндегі газ көбейіп, нан тезірек үлкейеді, және де нанның сыртқы қабаты қытырлап шығады, және ішіндегі ылғалдылықты ұстап тұрады. Сондықтан бұндай нан ұзақ мерзімде сақталынады. Көріп тұрғанымыздай, нан сапасы тек рецептке емес, технологиялық процестің дәлдігіне тәуелді. Су балансы, илеу, ашту, сақтау, демалдыру және пісіру бәрі бір жүйе. Бір ғана қате бүкіл құрылымды бұзады. Сондықтан тұрақты сапалы нан тек дұрыс ұн мен дұрыс технологияның нәтижесі. Бүгінгі шығарылымда Балдайнұр ханымға рахметімді айтамын. Егер осындай пайдалы технологиялық контент қызық болса, каналға жазылып, комментарий жіберіңіздер. Келесі видеоны жіберіп алмаңыздар.